Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып геометриялық фигуралармен берілген есептер. Ең бірінші мына фигуралармен танысып, еске түсіріп, периметрін және ауданын табатын формулаларды бір нақтылап еске түсіріп алайық. Бірінші фигура тік төртбұрыш. Оның қандай қасиеттері бар? Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары, яғни ұзындықтары бірдей және де ендері де бір-біріне тең. Демек, біз тік төртбұрыштың периметрін табу үшін біз барлық қабырғаларын қосамыз. Жалпы периметр дегеніміз не? Периметр дегеніміз ол кез келген фигураның барлық қабырғасының қосындысы. Тік төртбұрышта 4 қабырға бар, шаршыда 4-еу, үшбұрышта 3-еу деген сияқты. Яғни қай фигурада қанша қабырға болады, соның ұзындықтарының қосындысы. Енді А қосу А, қосу В, қосу В болады. Енді А-дан 2, В-дан 2. 2 көбейту А, қосу 2 көбейту В. Оны тағы да бір жинақтап жүрсек, шақшаның ішінде А қосу В көбейтілген 2 болады. Енді шаршының барлық қабырғасы бір-біріне тең фигура. Демек, периметрін табу үшін біз осы 4 қабырғаны не істейміз? Қосамыз. Немесе А көбейту 4 деген формуланы қолдансақ болады. Ал енді тік бұрышты үшбұрыштың периметрін табу. Әрине, тік бұрышты үшбұрыштың 3 қабырғасы болады. Демек, біз А қосу В қосу С деп үшеуін қоса саламыз. Міне, периметрді мен толығымен айтып шықтым. Енді мен балаларға периметрді забор деп үйретем. Забор дегеніміз ол, былайша айтқанда, қоршау. Қоршау не үшін керек? Ол үйімізді қоршап қоятын нәрсе ғой забор. Яғни дәл солай, мысалы, забордың біз жалпы ұзындығын білу үшін барлық қабырғасын бәрін қосып шығамыз. Дәл солай периметрді да деп түсіндіремін. Ал енді екінші біз ауданын табу формуласын еске түсіріп алайық. Аудан дегеніміз бұл кез келген фигураның алып жатқан аумағы. Мен балаларға, мысалы, периметр дегенді қоршау деп түсіндірсем, ал ауданды мен стадион деп түсіндірем. Стадион деген мына алып жатқан аумақ. Міне, мынау шаршынікі, дәл солай, мына тік бұрышты үшбұрыштікі. Тік төртбұрыштың ауданын табу формуласы А көбейту В. Шаршының ауданын табу формуласы А көбейту А. Ал енді тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу формуласы, ол үшін мұқият қараймыз. Тік бұрышты үшбұрыш дегеніміз бұл тік төртбұрыштың тең жартысы. Демек, тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін біз ең бірінші тік төртбұрыштың ауданын тауып аламыз толығымен және оны 2-ге бөлеміз. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді нақты есептерге көшейік. Суреттегі фигураның ауданын табыңыз. Суретке назар аударайық. Бізге осындай фигура берілген. Енді бұл фигураның ауданын табу үшін біз былай 3 фигураға бөліп аламыз. Мынау бірінші, мынау екінші, мынау тұрған үшінші фигура. Осы фигуралардың жеке-жеке бөлек аудандарын тауып, содан кейін барлығын қосатын боламыз. Ендеше, біріншісінің бізде мына тұрған қабырғасы белгісіз. Оны табу үшін не істейміз? Оны табу үшін мына астындағы толық мына қабырға белгілі. Енді оның үстіне қараймыз. Мына түсі 6 метр, 6 метр. Демек, біз мына 16-дан үстіндегі 6-ны және тағы да 6-ны алып тастасақ, мына тұрған қабырғамыз шыға келеді. Сонда 4 метр болады. 4 метр. Бірінші фигурамыз шаршы екен. Себебі ұзындығы да, ені де 4 метрге тең болып тұр. Сонда S тең 4 метр көбейту 4 метр тең 16 метр квадрат. Енді келесі екінші фигураға қараймыз. Екінші фигураның бізде ені белгілі, ұзындығы белгісіз. Енді ұзындығын табу үшін не істейміз?
ұзындығын табу үшін біз мына тұрған қабырғасы 6 сантиметр. Және қазір ғана таптық, мына шаршының бір қабырғасы 4 болды. 4. Демек, 6-ға 4-ті қосқан кезде бізде 10. 10 метр бұл ұзындығы. Ені 6 метр. Сонда 60 метр квадрат болады. Тамаша, енді үшінші фигураның ауданын табамыз. Үшінші фигураның ұзындығы да ені де белгілі. Ұзындығы 8, ені 6. S тең 8 метр көбейту 6 метр тең 48 метр квадрат. Енді осын барлығын қосайық. 16-ға 60-ті, оған 48-ті. 108, 118, 124 метр квадрат. Сонда А жауабы болады. Түсінікті ғой. Келесі. Сызбаның периметрі мен ауданы қаншаға тең? Периметрін бірінші табу керек, екінші ауданын табу қажет. Периметр дегеніміз бұл барлық қабырғаның ұзындықтарының қосындысы. Демек, мына берілген фигураның мына қабырғасы белгілі 20. Периметр тең 20 қосу. Мына қабырғасы 10, мына қабырғасы 15, мына қабырғасы 8, мына қабырғасы бізге белгісіз болып тұр, оны табамыз қазір. Сосын мына қабырғасы 10, астындағы мына тұрған ұзын қабырғасы 60, және мына тұрған қабырғасы белгісіз. Яғни осы екі қабырғаны тауып қосуымыз керек. Бірінші, мына тұрған қабырғаны табу үшін не істейміз? Бұл қабырғаны табу үшін мына жалпы үстіндегі мына тұсқа дейін жоғарғысын қараймыз. Мынау 15 болса, асты да 15. Үстіне қараймыз, мынаған қарама-қарсы тұрған мына қабырға. Ол 20 болса, демек мына асты да 20. Енді 60-тан осы екеуінің қосындысын азайтсақ, бізге керекті мына қабырғаның ұзындығы шығады. 60-тан 35-ті азайтсақ, 25. Демек, мынау 25 болады. Ал енді белгісіз мына қабырғаны табайық. Оны табу үшін біз осы қабырғаға қарама-қарсы тұрған, мына қабырға және мына қабырғаның қосындысы. Мына қабырға 10, мына қабырға 8, мына қабырға 10 болады. Сонда 28. Ал енді барлығын қосып шығайық. Мәні 176 болады. Енді ауданын табуға кірісейік. Ауданын табу үшін әрине біз бұлай 3 фигураға бөліп аламыз. Мынау бірінші, екінші және үшінші. Біз тапқан мына белгісіз қабырғаларды жазып қояйын. Мынау 25, мынау 28. Енді S1 ұзындығы 28, ал ені 20. Сонда 560 болады. Енді S2-ның мына тұрған фигура, оның ұзындығы бізде 10 және 18 болады. 18 көбейту 15. Сонда мәні 270 болады. Енді S3 ұзындығы 25, ені 10, сонда 250. Енді осының барлығын қосып шығайық. 560 қосу 270 қосу 250. Так, 900, 1010, 1080. Сонда 1080 болады. Периметр 176, ауданы 1080. С жауабы. Келесі, суреттегі боялған фигураның ауданы қанша дейді. Яғни боялған фигура, ол мына фигураны сұрап тұр.
Бұны табу үшін біз тік бұрышты үшбұрыштың формуласын қолданатын боламыз. Енді қараса, мына тұрған, егер толық былай алатын болсақ, бұл тік төрт бұрыш тәрізді, немесе шаршы. Тік төрт бұрыш болады. Себебі мына қабырғасы 8 сантиметр, ал ұзындығы 10 сантиметр болады. Яғни бірінші толық осы тік төрт бұрыштың ауданын тауып аламыз. 8 сантиметр тең 80 сантиметр квадрат. Ал енді мына боялған бөліктің ауданын табу үшін бізге мына боялмай тұрған бөлікті не істеу керек? Азайтып тастау керек болып тұр. Ал енді мұқият қараймыз. Мына боялмай тұрған мына бөлік, жерде бояп көрсетейін. Тік бұрышты үш бұрыш тәрізді. Міне, мұқият қараңыздар. Тік бұрышты үш бұрыш тәрізді. Оның ауданын біз қалай табушы едік? А көбейтілген В бөлінген 2. Орнына қоямыз. Ұзындығы 10. Ал енді енін табу үшін біз не істейміз? Мына қабырғасын табуымыз керек қой. Ол үшін мына ені бізде 8 болды. Мен қарама қарсы 8 екеу бір-біріне тең. Енді одан мына тұрған 3 алып тастаймыз. Демек, мына бөлік бұл 5 сантиметр. Тең 50 сантиметр квадрат. Енді дәл осындай мына бөлікпен астыңғы мына бөлік тең. Неге тең? Қараңызды. Себебі ұзындықтары 10 сантиметр, міне қабырғалар тең болып тұр бір-біріне қарама қарсы. Ал енді мына тұс 3 сантиметр болса, оған қарама қарсы мына тұста 3 сантиметр. Демек, қалған мынай тік бұрышты үш бұрыштың бір қабырғасы 5 болып тұр. Дәл солай 10 және 5 сантиметр. Демек, біз мына 50 сантиметр квадратты 2-ге көбейте саламыз. Сонда 100 сантиметр квадрат болады. Енді не істейміз? Толық аудан, яғни 80 сантиметр квадраттан біз мына боялмаған тік бұрышты үш бұрыш азайтамыз. 100 сантиметр квадрат аудандарын. Сонда 80 сантиметр квадрат болады. 80 сантиметр квадрат дегеніміз ол мына тұрған боялған бөліктің ауданы болып есептелінеді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Тор көзді қағазды 3 рет бүктеп, міне 1 рет бүктеді, 2 рет бүктеді, 3 рет бүктеді. Яғни мына дәл ортасы мынау болып тұр. Мына жағымен бүктелген болып тұр. Ал мына сыртқы жақтары, пайда болған фигураның дұрыс жазбасын табыңыз дейді. Яғни ішкі жағынан 1 рет естеді, кесіп алды. Демек, бізде бұл В суреті шығады. Дұрыс па? Келесі. Бірінші суреттегідей үлкен кішілі бірдей 4 тік төрт бұрышпен периметрі 8 сантиметр болатын кішкене шаршы арқылы ұзындығы 18 сантиметр болатын бір үлкен шаршы құралған. Әр тік төрт бұрыштың периметрі қанша? Шарты бойынша бізде 18 сантиметрлік шаршы, үлкен шаршы құралған дейді. Енді және де 4 бірдей, мына жерде 4 бірдей тік төрт бұрыш, және де кішкене шаршы арқылы дейді. Периметрі 8 сантиметр болатын, мұнаның периметрі 8 сантиметр екен. Енді әр тік төрт бұрыштың периметрін табу керек. Ол үшін не істейміз? Бірінші, жалпы ауданын тауып алайық. Аудан арқылы қазір ұзындықтарын табайық, сосын сол арқылы аудан тауып көрейік. Бірінші S 18 көбейту 18. 18-ді 18-ге көбейтсе қанша болады? 180, 324. Енді
Мына периметрі 8 сантиметр болатын дейді. Егер периметрі 8 сантиметр болса, онда оның қабырғасы периметр бөлу 4 болады ғой. Сонда 8 сантиметрді 4-ке бөлеміз. Сонда 2 сантиметр, мынау шаршының ұзындығы 2 сантиметр болып тұр. Енді оның ауданы 2 сантиметр көбейту 2 сантиметр тең 4 сантиметр квадрат. Сантиметр емес бұл жерде мүмкін сантиметр екен, 4 сантиметр квадрат. Енді осы 324-тен біз 4-ті азайтсақ 320. 320 дегеніміз ол мына тұрған бірінші, екінші, үшінші, төртінші тік төрт бұрыштардың аудандарының қосындысы. Ал енді осы біреуінің ауданын табу үшін 4-ке бөліп аламыз. Сонда 80 сантиметр квадрат. Бұл бір тік төрт бұрыш дейін. Енді 80 сантиметр квадрат. Жалпы біз тік төрт бұрыштың ауданын А көбейту В деген немен табамыз, формуламен табамыз. Енді бізде бұл 80 сантиметр болып тұр. Қандай екі санның көбейтіндісі 80-ді береді? Мысалы 10 мен 8. Мына жер 10, ұзындығы 10 және 8. Енді жоғар жағын қараймыз, ол да 18 болу керек. Мына ұзындығы 10 және 8. Яғни мына шаршы болғандықтан оның барлық қабырғасы 18 болу керек қой. Яғни біздің шартқа сәйкес келіп тұр. Демек 10 мен 8 деп аламыз. Енді бізге бір тік төрт бұрыштың периметрін табу керек. Ұзындығы мен енін тауып алдық. Демек А қосу В көбейтілген 2 деген формулаға саламыз. 10-ға 8-ді қосам 18, оны 2-ке көбейтем, демек 36 сантиметр. Бұл бір тік төрт бұрыштың периметрі. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі сұрақ, екінші суреттегідей сызбаның ауданын есептеңіз дейді. Енді ауданын табу үшін былай және былай 3 тал фигураға бөліп, әр қайсысын табамыз. Ол енді әр қайсысын табу жоғарыда көрсетілген. Сондықтан бұл есепке тоқталмаймын. Келесі, мынандай есеп. Бұл есептің шарты былай. Суретте шаршы пішінді қағаз парағының ұзындығы 18 сантиметр. Парақ бетіне көлденең және тігінен екі қатар қызыл түсті жолақ салынған. Яғни міне көлденеңінен екеу, тігінен екеу. Жолақтың ені 2 сантиметр. Яғни мынау ені 2 сантиметр. Ұзындығы әрине 18 болады, себебі мына жолақтың мына ұзындығы шаршының ұзындығымен тең болып тұр. Демек, ұзындығы 18 сантиметр. Барлығының, төртеуінің де. Енді бізге табу керек парақтың ақ түсті бөлігінің, яғни мына боялмаған бөлігінің ауданын табу қажет. Мына ақ. Не істейміз? Аудан дегеніміз бұл алып жатқан аумақ. Демек, біз мына 18 сантиметрден алып жатқан мына 2 сантиметр қызыл жолақтың енін алып тастасақ, 14 сантиметр бізге керекті ұзындық шығады. Дәл солай. Бұл шаршы болғандықтан мына жерде 18. Мына 2-ні және 2-ні алып тастаймыз. Сонда 14. Енді 14 сантиметрді көбейтем 14 сантиметрге. Тең қанша болады? 196 сантиметр квадрат болады. Бұл есепті шығарудың екінші тәсілі бар. Бұл екінші тәсілінде не істейміз? Бірінші, толық жолақтың ауданын тауып аламыз, және жеке жолақтың аудандарын табамыз. Бірақ ол кезде ескеретін мына нәрсе бар. Мына екі жолақ бір-біріне беттесіп тұр. Екі жолақ бір-біріне беттесіп тұр. Осы нәрсені естеріңізге сақтаңыздар, яғни әр жолақтың ауданын азайтамыз ғой толығынан. Сол кезде
мына беттескен беті 2 рет азайтылып кетеді. Сол үшін мына беттескен жерінің жеке-жеке аудандарын тауып ең соңына қосуға болады. Бірақ ең оңай варианты ол міне осы. Түсінікті болды деген ойдамын. Лайк басамыз, таныстарға бөлісейік. Сау болыңыздар.